кеңес ұлт пен биліктің арасындағы көпір бола алады ма? Халықтың көңілінен шығып отырған жоқ. Тиісінше оларға деген сенім өте төмен дәрежеде. Сайлаудан кейінгі атмосфераны өзіңіз тағы білесіз. Сізге деген елдің сенімі азайды деп есептемейсіз бе? Жоқ, азайды деп есептемеймін. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың биліктегі позициясын мақтау үшін құрылған дейді. Келісесіз бе? Белгілі бір дәрежеде келісемін. Қасым-Жомарт Тоқаев қазір президент болды, бірақ биліктің барлығы соның қолында деп айта алмаймыз. Былайша айтқанда параллельді парламент. Сіз қалай ойлайсыз? Іс жүзінде олардың барлығы дерлік билікке тәуелді, билікке қарап қалған, биліктің сойылын соғатындардан жасақталған. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі тиімді ме? Жоқ, енді менің ойымша бұл әлі институцияланбаған құрылым, ұлттық кеңес деген. Армысыздар, Ұлт-Кз ақпараттық порталында жаңа жоба Ұлт кеңес. Бұл жоба ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерін қонаққа шақырып, өзекті мәселелерді талқылауды мақсат етіп отыр. Біздің алғашқы қонағымыз кеңестің мүшесі, саясаттанушы дипломат Расул Жұмалы. Қош келдіңіз аға. Саламатсыз ба? Алғашқы сұрағымыз ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрыла сала, оның алғы шарттары мен міндеттері жария болды. Оқыдық, таныстық. Дегенмен сіздің өз аузыңыздан естісек, бұл не қылған ұйым? Оның қазіргі Ақорда маңындағы саяси органдар мен элиталық кадрлар арасында атқаратын функциясы қандай болады? Және кеңес ұлт пен биліктің арасындағы көпір бола алады ма? Енді бұл қандай ұйым дегеннен бастайтын болсақ, бұл енді кеңес өткізетін мемлекеттік орындарға, оның ішінде президент әкімшілігіне еліміздегі түрлі өзекті тақырыптар, мәселелер бойынша ақыл кеңес беріп тұратын мекеме. Оның енді әзірше одан басқа лауазымдары бекітілмеген. Тиісінше қаншалықты осы құрылымның аясында көтерілетін кеңестер қаншалықты ескеріледі, қаншалықты бұлар мысалы парламенттің, үкіметтің жұмысына енеді, әлі де талқыланып жатқан мәселе. Бірақ енді алдын ала айтылып отырғаны, бұл президенттің өзінің қатысуымен өтетін жиын. Оған 44 түрлі саланың мамандары, қоғам қайраткерлері енген. Жылына кемінде 3 рет жиналып тұрады деген ұйғарым бар. Бәлкім одан да жиірек өтетін шығар. Жоспарлы түрде бір тосын жағдайлар пайда болған жағдайда. Енді қаншалықты бұл құрылым халықтың сенімінен шыға алады, әлі де күдіктер көп. Өкінішке орай бізде бұған дейін де осы типтес алаңдар болған. Диалог өткізу үшін, түрлі мәселелерді шешу үшін, естеріңізде бар шығар кезіндегі демократия мәселелері бойынша комиссия, немесе жер комиссиясы де басы бар, аяғы болмаған, тиісінше үлкен бір нәтижелерге келе алмаған, ауыс-түйістері көп болған құрылымдар. Сондықтан қоғамда да, сараптамалық орталарда да қазіргі құрылып отырған ұлттық кеңеске деген күмән әлі де бар. Алып кете ала ма? Шын мәнісінде жай сол сөзбен істің арасындағы бір сабақтастықты қамтамасыз ете алмайтын, әйтеуір бір әңгіме дүкенмен шектелетін ұйым бола ма дегендей, жаңағы кеңестің мүшелігіне енген бірталай азаматтардың ойында осындай күдіктер жоқ емес, оны түсінуге болады. Қоғамның ой пікірінде түсінуге болады. Бірақ меніңше жоқтан бар жақсы деген, қазір енді Қазақстанда түрлі енді осы билік пен қоғамның арасындағы дәнекерлер бар ғой, формалды түрде сөз болып отырғанда парламент айталық, тәуелсіз баспасөз, түрлі кикілжіңдер, қарама-қайшылық пайда болғанда соған заңдық бағасын беретін тәуелсіз сот сияқты мекемелер, бірақ іс жүзінде олардың басым бөлігі жұмыс істемейді. Халықтың көңілінен шығып отырған жоқ. Тиісінше оларға деген сенім өте төмен дәрежеде деп айтсақ артық айтпағандық. Тиісінше мынау ұлттық кеңестің пайда болып отырғанында осындай бір олқылықтың орнын кішкене толтыру үшін жасалып отырған мәжбүрлі қадам. Себебі елімізде түрлі қазір өте қиын жағдайлар болып жатыр, наразылық күшейіп жатыр, халықтың енді өзінің жаңағыдай көңілінің көшмеуі байқалады. Түрлі жағдайларда ереуілдер болып жатыр, білесіздер, көп балалы аналар дейміз ба, жаңа өзендегі мұнайшылар тағысын тағы. Осы мәселелерді тарқату үшін
жаңағыда диалогтың қажеттігі керек екенін билік те түсініп отыр. Меніңше көптеген қоғам қайраткерлері түсініп отыр. Күдікке қарамастан. Сондықтан меніңше қосымша осындай алаңның болғаны, орын алған мәселелерді сол өркениетті әңгіме талқылау арқылы шешу меніңше дұрыс. Ол көшеге, алаңда бұл мәселелерді шешкеннен гөрі жаға жыртысып. Меніңше өркениетті жол осы, сондықтан жоқтан бар жақсы деп ойлаймын. Өз басым енді нық сеніммен қарап отырмын деп айта алмаймын, бірақ үміт бар. Жалпы кеңеске 44 адам мүше. Түрлі саланың өкілдері. Солардың арасында өзіңіз де барсыз. Сіз дипломатсыз, дипмиссияның өкілі болдыңыз. Жалпы сізді кеңеске кім шақырды, немесе сіздің кандидатураңызды кім ұсынды? 44 адамның енді қалай іріктелгені, неліктен дәл осы 44 адам, неліктен басқа тұлғалар, қайраткерлер енген жоқ деген сұрақтар әлі де бар. Оның жауабын мен өз басым білмеймін. Менің ойымша осы 44-тен басқа да кеңеске енуге қабілеті де, тәжірибесі де, жеткілікті, білікті азаматтар бізде өте көп. Мына кісіні енгізуге болар еді, мына тұлғаны енгізуге болар еді деген ойлар да жоқ емес. Бірақ бұл шешімді қандай критериялары бойынша екенін мен білмеймін. Бұл шешімді қабылдаған сол президент әкімшілігінің қызметкерлері, атап айтқанда осы мәселемен тікелей айналысқан президенттің көмекшісі Ерлан Қарин мырза, бәлкім осы сұрақты сол кісіге жолдаған дұрыс болар. Маған да осындай мүшелікті ұсынған Ерлан Қарин мырза болды. Бірталай ойландым, жаңағы күдіктер басым дедік, бірталай әттегенелері жоқ емес, бұған дейінгі жаңағыда келеңсіз тәжірибе де бар. Бірақ енді жаңа айтып отырған ұстаным жоқтан бар жақсы. Егер қосымша бір диалог болатын болса, басшылық, билік, президент әкімшілігі біздің ойларымызды тыңдауға дайындық танытатын болса, неліктен біз бұдан қош айтысуымыз керек, неліктен сырт тастауымыз керек деген оймен мен өз басым кірдім. Бірақ осындай ұсыныстар түскен кейбір азаматтар бас тартқаны да белгілі. Сенімсіздік танытып, бұдан түк шықпайды деген ұйғармен оларды түсінуге болады. Мен оларды айыптамаймын. Мысалы, Марғұлан Сейсенбай сияқты азаматтар бас тартты, олардың да ұстанымын түсінуге болады. Сіздің атқаратын қызметіңіз қандай болады? Енді хабардар боларсыз, сол тамыздың 26 күні алғаш ұйымдастырушылық отырысы болып өтті. Ол жерде біз қалай жұмыс істейміз, қандай ережелерге бағынамыз тұрғысында бірталай мәселелерді шештік. Оның ішінде енді сол кеңестің аясында 3 топқа бөліндік. Жаңа айттық, түрлі салалардың өкілдері жиналған дегенде өзіміздің сол мамандануымыз бойынша саяси жаңару, саяси модернизация тобы, шартты түрде айтқанда, мынау әлеуметтік мәселелер және руханиятпен айналысатын. Ішінде тіл, діл, мәдениет, тағы басқа мәселелер бар. Екінші топ және үшіншісі экономика және қаржы мәселелерімен айналысатын топ. Тиісінше әр топқа сол саланың мамандары, енді экономикалық топқа сол қаржыгерлер, банкерлер, осы саланың мықты мамандары, сарапшылар, енді саяси топқа көбіне сол саясатпен айналысып жүрген жекелеген оппозицияның өкілдері, қоғам қайраткерлері, саясаттанушылар, қоғамтанушылар, әлеуметтанушылар енді. Сол 26 тамыз бен 6 қыркүйек арасында, енді бір жарым аптаның ішінде бірнеше рет кездестік, ақылдастық. Осы топтардың шеңберінде және алғашқы президенттің қатысуымен өтетін ресми кеңеске 6 қыркүйекте өткен сол дайындықпен келдік. Топтың аясында өзіміздің басымдықтарымызды айқындадық, қандай мәселелерді бірінші кезекте қоюымыз керек дегендей. Нақты біздің топқа тоқталатын болсақ, біз сол 5 заңнаманы ұсынып отырмыз. Әрине елде жылдар бойы, 10 жылдықтар бойы қордаланған проблемалар өте көп. Жүздеген, тіпті мыңдаған мәселелерді күн тәртібіне шығару керек еді, бірақ енді ондай мүмкіндік жоқ. Өзінің регламенті бар, түсінесіз, белгілі бір уақыты бар. Бәрін бір отырыста немесе бірнеше отырыста қамтып өту мүмкін емес. Неліктен біз басымдығы отырмыз? Себебі осы мәселелер біз көтерген жүйе құраушы дейміз, система образующий. Бәлкім осы мәселелер оңтайлы шешімін табатын болса, жүйелі деп отырғанымызды сондықтан қалған түйткілдердің шешілуіне жақсы бастама болар еді. Тіпті артынан тартып кететіндей, сүйреп кететіндей сондай мүмкіндікке ие басымдықтар деп өз басым білем. Нақтылап айтқанда бұл 5 заңнаманы қайта қарау, өзгерістер енгізу, не мүлде жаңадан қабылдау,
сөз болып отырғаны сайлаулар жайындағы заң. Неге бұл заң маңызды? Әділ сайлаулар өтпейтін болса, оларға қазіргідей сенімсіздік болатын болса, әрине біз мемлекеттің маңызды шешімдерін қарастыратын, билікті қадағалайтын, үкіметті бақылайтын парламентке қол жеткізе алмаймыз. Қазіргідей сол көпшілік онша білмейтін депутаттар келуі ықтимал. Оларға сенімде өте төмен дәрежеде болады. Бұған жетудің бірден бір алғы шарты әрине әділ сайлаулардың болуы. Сондықтан осы заңның қабылдануына мән бөліп отыр. Екіншісі бұл саяси партиялар жайындағы. Рас бізде енді сөз жүзінде 7-8 партия бар, бірақ оларды басым көпшілігі білмейді. Олар жеке дара тәуелсіз саяси күштер деп өкінішке орай қайта айта алмаймыз. Осы партиялар құрылу үшін қоғам өкілдері өздері атсалысып, белсенділігін танытып, саяси қозғалыс па партия ма жасауға меніңше мүмкіндік жасау керек. Неліктен? Себебі парламенттік сайлауларға да бізде сол партиялық тізімдермен өтеді біріншіден. Екіншіден, кез келген салада, мейлі ол саясат болсын, экономика болсын, бәсекелестік керек. Ой пікірлердің бір жаңағыдай жарысы керек. Ең мықтылар суырылып шығып, өзінің жаңағыдай бағдарламасын дәлелдеу керек. Бәсекелестік болмайтын болса, бұл ағын судың бір тоқырап, тоқтап қалуы, ол ертең бір батпаққа айналады, иістенеді, іріп шірейді. Сондықтан бәсекелестік керек. Бәсекелестіктің енді өркениетті дұрыс жолы партиялар керек. Партиялардың құрылуы сондықтан да маңызды. Үшіншісі баспасөз жайындағы заң. Енді тәуелсіз баспасөз болмаса, енді кез келген елдің жағдайы мүшкіл болады. Бұл белгілі бір санитар сияқты да қоғамдағы түрлі жаңағыдай қателіктерді, енді келеңсіз жағдайларды ашып, соған көңіл аударып, қоғамдық пікірді қалыптастыру, билікке сын көзбен қарау сияқты. Бізде енді көптеген баспасөз бар. Сөз жүзінде Конституция бойынша сөз бостандығы кепілденген, бірақ іс жүзінде енді көңіл көншітпейді. Бізде тәуелсіз баспасөз жоқ деуге болады. Әсіресе мынау баспасөзде, электронды баспасөзде, теледидарда бізде жоқтың қасы. Бірен-сараны енді интернетте бар, бірақ мысалы біздің теледидарда, газет журналдарда енді бірен-сараны санамағанда мүлде жоқ деуге болады. Осы мәселе де өте маңызды. Төртіншісі бұл өзін-өзі басқару мәселесі. Енді демократия деген бұл халықтың өзінің билікте, ол елді мекенде, ауыл аймақта, қалаларда әр азамат өзін сезінуі керек. Мен осы елдің, осы аймақтың саясатына бір ықпал ете алам дегенде. Сондықтан бұл мәселелерді қаралу керек. Және бесіншісі бұл шеру, митинг бостандықтары. Қайта сөз жүзінде Конституция бойынша бұл құқық, бұл еркіндік белгіленген, кепілденген, бірақ іс жүзіне келгенде көріп отырмыз. Қазірдің өзіне қаншама адам қазір бас бостандығынан айырылып отыр, қаншама қысым жасалып жатыр. Бұл еркіндікті біз пайдалана алмай отырмыз, қолдана алмай отырмыз. Осы мәселені реттеу, осы мәселеге бір өркениетті сипат беру. Осы мәселелерге әлі әзірше тоқтап отырмыз. Сайлау заңы туралы сөз етіп өттіңіз. Жалпы биылғы сайлау додасында сіз қазіргі абсолютті фаворит, Қасым-Жомарт Тоқаевтың негізгі оппоненті болған Әміржан Қосановтың мынау электоралды кампаниясында болдыңыз. Сайлаудан кейінгі атмосфераны өзіңіз тағы білесіз. Сізге деген елдің сенімі азайды деп есептемейсіз бе? Жоқ, азайды деп есептемеймін. Енді сайлаудың өзін сөз етсек, енді менің өзімді қоя тұрып, меніңше енді бірталай өзгерістерді біз қазір байқап отырмыз. Себебі бұған дейінгі сайлауларға жаңағыдай сенім болған жоқ. Бұл сайлаулар не шешеді дейсің, менің дауысымды шешпейді, жоғарыдағылар өздері өз қалауынша керек нәтижені шығарып алады деген ұстаным болды. Әрине, соңғы өткен президенттік сайлаулар керемет өтті, керемет демократиялық жағдайда болды деп қайта айта алмаймыз. Көптеген аттегенайлар, көптеген заң бұзушылықтар болды, административтік ресурс дейміз, тағысын тағы. Бірақ салыстырмалы түрде айтқанда меніңше бір алға басу бар. Сайлаудың алдында да көптеген күдік болды, бойкотшылар шықты. Бұл сайлауды біз мойындамайық, қатыспайық, наразылық танытайық деген. Қайта бұған дейінгі келеңсіз тәжірибеден кейін оларды мен түсінем, бірақ мен олармен келіспеймін. Оны сайлау алдында да айттық. Себебі бұған дейінгі 10 жыл, 15 жыл бойында жаңа бойкотшылар бойкотпен айналысып келді.
қатыспаймыз, мойындамаймыз. Оны ескеріп жатқан билікте болған жоқ, онымен санасып жатқан халықаралық қауымдастықта болған жоқ. Яғни сөз жүзіндегі бойкот, іс жүзіндегі ешбір нәтижеге әкелген жоқ. Осы жолда мысалы бойкот деп ешкім қатыспайтын болса, сайлау өз алдына өтер еді, қазіргі таз қалпымызда қалар едік. Сондықтан меніңше жоқтан бар жақсы, әйтеуір осы жағдайды пайдаланып қалу керек еді. Оның үстіне енді биліктің өзі қазір транзит жағдайында, Қасым-Жомарт Тоқаев президенттікке келіп отыр. Қазір екіленген бір атмосфера. Бұрынғы президент енді кеткенімен әлі де биліктің бірталай тұтқаларын өз қолында сақтап отыр. Қауіпсіздік кеңес арқылы, билеуші Нұр Отан партиясы арқылы сағысын тағы. Десе де жағдай ақырындап өзгеріп келе жатқанын байқаймыз. Және неліктен бұл сайлаулар өзгеше өтті? Біріншіден оппозицияның өкілі Әміржан Қосановты бұл додаға жіберді. Бұған дейін енді түрлі сылтаулармен, түрлі желеулермен әйтеуір жібермейтін. 5 теңге жаңағы салығын төлеген жоқ, анау мынау дегендей, кезінде административтік бір жауапкершілігі бар дегендей нәрселерді желеу етіп, қазір жіберді. Бұның өзі меніңше енді бір өзгерістердің жоғарыда байқалып келе жатқаны. Жалпы бір сәтте болмаса да, дәл осылай жүре беретін болсақ, мынау дағдарыс шыңырау шегіне жетуі мүмкін. Наразылық ертең бақылаудан шығып қалу мүмкін дегеннен, одан да бір өркениетті жолға түсудің жолы сайлауға осындай бір мүмкіндіктер жасайық деген түсінік меніңше жоғарыда да болды, Қосановтың жіберілгені. Енді түрлі шектеулер болды, десе де бойкотшылардың басқа да жаңағыдай бір күдіктерге қарамастан бірталай азаматтар белсенді келіп қатысты. 10 мыңнан аса бақылаушы болды. Олар енді өздерінің азаматтық мысалы тұғырын, ойын, жауапкершілігін түсіне отырып, осы мәселеге шын мәнісінде белсенді араласты. Оппозиция бізде қазір енді ортақ оппозиция жоқ, біріккен, әркім арғалай, оппозицияның мүмкіндігі де өте шектеулі, қаржысы да жоқ. Тиісінше жаңағы бақылаушылар негізі әлемдік практикада бұларға енді бір өтемақысы жасалынады. Бізде ондай да болған жоқ мүмкіндік, бірақ соған қарамастан бір өз еркімен ешқандай бір табыс алмай, кәдімгі патриотизм негізінде 10 мыңнан аса бақылаушы қатысты. Оларға меніңше барлығымыз алғыс білдіруіміз керек, үлкен іс атқарды. Және бұл сайлаулардың әділ өтуіне, немесе әділдікке жақын өтуіне үлкен қолғабыс жасады. Біріншісі осы сайлаулардың ерекшелігі, халық оянып келе жатыр, қоғам оянып келе жатыр. Бұны билік те байқады. Қаншама адам келді, қаншама құлшыныс болды. Екіншісі бұл сайлаудың нәтижелері. Енді Әміржан Қосанов ресми деректер бойынша 16% иемденді. Менің өзімнің сезімім бұның көрсеткіші әлде қайда көп болу керек. Бірақ біздің қолымызда тиісті дәлелдер жеткіліксіз. Мынау сайлау бюллетендерінің басым бөлігі 95%-ға жуығы біздің қолымызға тиген жоқ. Бұл жаңағы әділдіктің қаншалықты қамтамасыз етілген деген әңгіме ғой. Сондықтан 16%-дан көп болды дегенді біз құжат негізінде дәлелдеп бере алмаймыз. Бірақ біздің сезіміміз сол. Себебі қолымызға түскен сол 5-6% бюллетендерде кейбіреулерінде Әміржан Қосанов 50%-ды да жинады, 60%-ды да жинады. Оның ішінде бюджеттік мекемелерде, мектептерде, оқу орындарында, тіпті полиция учаскелерінде осындай пайыздаманы жинады. Сондықтан біздің ойымыз осылай. Қалай болғанда да 16%-ның өзі менің ойымша жаман емес. Дауыс ұрланды дегеннің өзінде. Неліктен? Себебі 28 жылдық тәуелсіздік тарихымызда бұл ең үлкен көрсеткіш, оппозиция иемденген. Бұған дейін ең үлкен нәтижені көрсеткен 90-шы жылдары ол кезде әжептәуір демократия болатын, әжептәуір қоғамның белсенділігі болатын, соның өзінде 7% ғана иемденді. Қазір 16%-ның өзін билік соны мойындап отырғаны, сайлау алдында естеріңізде болса, мемлекеттің қарамағындағы социологиялық орталар Қосанов сол 6%-ды иемденеді деген жорамал жасаған болатын. 16%. Бұның өзі биліктің сол немесе орталық сайлау комитетінің жорамалы немесе солардың бағдарын бұздық деген әңгіме, мәжбүр еттік деген әңгіме, бұл да алға басу. Сөгер естеріңізде болса, бұған дейінгі сайлаулардың барлығы кемі 90% жинайтын. 90, 92, 95, одан аз жинау деген мүмкін емес. 97, бұл да өзі дұрыс нәрсе емес.
қалайша 95, қалайша 97 деген. Жалпы 90%-дан асып жинау дегеннің өзіне мен үлкен бір секеммен қараймын да. Демократияға жақын еместігі өз алдына, жалпы 90% жинап келген мемлекеттердің болашағы, жағдайы, сол жинағандардың өзінің тағдыры дұрыс болмайды. Естеріңізде болса, Либияның басшысы Каддафи сол 90-нан артық жинайтын, Түркменбашы, кезіндегі Румынияның басшысы осындай 90%-дан астам жинайтын. Дұрыс көрсеткіш емес, түбі жақсылыққа келмейтін. Ал осы сайлауларда президент Тоқаев 70%-дан сәл көп жинады. Меніңше бұл да алға басу деп санауға болатын жағдай. Себебі өркениетті мемлекеттерде Трамп болсын, Макрон болсын, 55-60% жинап, сөйтіп билікке келеді. Бұл да меніңше бұған дейін болмаған көрсеткіш, оған да меніңше бір үлкен үмітпен қарауға болады. Әрине, соншама уақыт авторитаризмнан кейін, соншама рет демократиясы сайлаулардан кейін, бірінші сайлаудан бәрі керемет болып кетеді деп айта алмаймыз, өкінішке орай. Саясат деген бұл мүмкіндіктер алаңы. Әрине, қиял ғажайыптар әлемі емес, ертегі сияқты, ертең бәрі керемет болып кететіндей. Әрине, көптеген азаматтарымыз, оларда түсінуге болады, осы өзгерістер тезірек болса екен, тезірек әділ қоғамға жетсек екен дегендей ұстаныммен осы сайлауларға келді. Содан кейін жағдай жаңағыдай болғанда реніштері де болды, сезімге де, эмоцияға да берілді. Оларды да түсінуге болады. Оларды еш айыптамаймыз. Жаңадай Әміржан Қосановтың өзіне де реніш болды, ашу ыза пайда болды, эмоцияға салындық, аргументтердің көбі жолда қалды. Бірақ уақыт өте меніңше қазір біз түсініп келе жатырмыз. Егер осы сайлауға айталық ешкім қатыспайтын болса, бойкот болатын болса, Әміржан Қосановтың өзі қатыспайтын болса, немесе басқа оппозицияның өкілі, не болар еді? Сол баяғы қалпында қалар еді. Қазір сәл де болса жағдай өзгеріп келе жатыр. Биліктің өзі мысалы жаңағыдай ұлттық кеңесті құру арқылы президент Тоқаевтың соңғы жолдауын тыңдадыңыздар. Қаншама жақсы игі бастамалар болып жатыр. Бұл өздігінен болған шаруа емес. Бұл Тоқаевтың өзінің ғана бір ықтияры ғана емес. Қоғамда болып жатқан наразылықты, қоғамда болып жатқан түрлі үрдістерді байқап, белгілі бір дәрежеде мәжбүрлі түрде жасаған осындай қадамдары жылымыққа жақындауы. Сондықтан меніңше осы сайлауда жаңағыдай алған ұпайымыз, ол Әміржан Қосановтың ұпайы емес. Ол оның жақтастарының ұпайы емес, немесе жаңа Қазақстанның. Бұл халықтың ұпайы жинаған 16%. Меніңше соны қазір енді ашу ызаға, эмоцияға көп беріле бермей, кішкене уақыт өтті. Сол ұпайды пайдаға асыруымыз керек. 16% деген бұл 3 миллион халық деген сөз. 16% деген бүкіл басқа саяси партиялардың жинаған жиынтық ұпайынан 3 есе көп көрсеткіш. Осыны біз кәдеге асыруымыз керек, осыны пайдаланып қалуымыз керек. Алда парламенттік сайлауларда да бәлкім осы жағдайды одан әрі пайдалануымыз керек. Сондықтан меніңше бекер болған жоқ. Кеңес тақырыбына қайта оралсақ, ұлттық қоғамдық сенім кеңесі қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың биліктегі позициясын мықтау үшін құрылған дейді. Келісесіз бе? Белгілі бір дәрежеде келісемін. Бізде қазір екіленген билікте отырмыз ғой. Бір жағынан енді оның келеңсіздеу тұстары бар. Шын мәнісінде бастық кім? Шын мәнісінде билік кімнің қолында? Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолында ма, әлде Нұрсұлтан Назарбаевтың қолында ма деген түсінбеушілік бар. Бұл енді бір кадрлық саясаттағы ауыс түйістердегі бір ізділіктің жетіспеуін, жүйеліктің, сабақтастықтың жетіспеуін қазір байқаймыз. Мысалы шенін алып тастайды. Қасым-Жомарт Тоқаев сенімсіздік танытып, ертеңгі күні ол басқа маңызды мансапқа қайта орнатылады. Осындай сабақтастық жоқ. Белгілі бір меніңше бәсекелестік те жоқ емес. Ұнамсыздау тұстары. Бірақ екінші жағынан енді биліктің транзиті дедік. Кеште болса бізде екінші президент келді. Бұның өзі меніңше жаман емес. Және бұл үрдістің өзі әжептәуір бір өркениетті жолмен келе жатыр. Себебі басқа елдерде демократиясы шамалы, шектелген, мүлде жоқ. Осындай билік транзиті кей кездері өте қиын жағдайларға алып келеді. Соғыстық жағдайларға да алып келетін жағдайларды біз көрдік. Қырғызстандағы қатарынан 2 революция. Бұрынғы президенттерінің басым бөлігі сотталған, қудалауда.
басқа елдерді паналап жүр. Асқар Ақаев мысалы Ресейде, Құрманбек Бакиев Белоруссияда, Атамбаевтың өзі қазір сотты болып отыр дегендей жағдайлар. Грузиядағы жағдайды алып қараңыз, Саакашвили де сотты болып елге қайта алмай жүр. Украинадағы осындай биліктің ауысуы қандай қиыншылықтарға алып келді, қан төгіске алып келді. Қазақстанда рас тмд кеңістігінде ең соңғы болып осындай билік транзиті орнады. Қалғандарында 4-5 президенттен ауысып үлгерді, жаңағыдай түрлі жағдайлар болды. Бірақ бір ғана көңіл көншітетін нәрсе, әзірше біздегі жағдай әттеген-айлар болғанымен өркениетті түрде келе жатыр. Қандай да бір тұрақтылыққа, қауіпсіздікке нұқсан келтіретіндей жағдай болған жоқ. Жағымды тұсы осы деп білемін. Енді Қасым-Жомарт Тоқаев қазір президент болды, бірақ биліктің барлығы соның қолында деп айта алмаймыз. Bir жағынан, екінші жағынан енді ескі гвардия бар, консервативтік жағдайды сақтап қалуға мүдделі. Осындай тартыста менің ойымша Қасым-Жомарт Тоқаев енді халықтың қолдауына ие болуға, халықтың сеніміне ие болуға мүдделі, шын мәнісінде демократиялық бірталай бастамаларды көтеріп отыр. Халық пен биліктің арасындағы сенімді қайта жаңғырту бойынша дұрыс нәрселерді істеп отыр. Осы жағдайда меніңше ұлттық кеңесте осындай бір алаңдарды пайдалану Тоқаевқа да қажетті. Менің ойымша сол қоғаммен тікелей байланыста отырып, қоғамның мұң-мұқтажын естіп, саясатты енді оғаш кеткен жақтарынан билікті түзету тұрғысынан соқтан меніңше бұл екі жаққа да тиімді дүние. Әрине ертеңгі нәтижесіне қарай көреміз. Бірақ егер осы демократиялық бағыттағы күштер билікте егер сол қолдау шамалы болатын болса, қоғамның өзі белсенділік танытпайтын болса, бұл тұрғыда әрине бұл сол қайта тоқырауға алып келуі де әбден ықтимал. Сондықтан меніңше көп нәрсе жекелеген саясаткерлер шешсін. Немесе оппозиция барып осы мәселемен айналыссын. Мен сол жұмған аузымды ашпай отыра беремін. Енді жаңағы белсенділік танытты дедік қоғамымыз, көптеген азаматтарымыз десе де мойындау керек, әлі де азаматтарымыздың басым бөлігі саясаттан тыс тұрғысы келеді. Әрі де өзінің мысалы құқықтарын қорғаудан тартынады. Сол баяғы совет заманынан қалған саясат деген лас нәрсе, саясатпен мен айналыспаймын, бәрібір менің даусым түк шешпейді деген түсінік әлі де басым көпшілік азаматтардың ойында да түйсігінде де қалып отыр. Қоғамның өзі азаматтық қоғам белсенділік танытпайтын болса, әрине көп жағдай сол күйінде қала береді. Көпшілік жаңағыдай өзінің жігерін, өзінің еркін білдірмейтін болса, сондықтан қаншалықты жағдай қазір дұрыс жолға түседі, ол тек қана Тоқаевқа ғана байланысты емес, немесе ұлттық кеңеске, немесе жекелеген бір саяси белсенділерге байланысты емес. Тиісінше айтылады ғой, әрбір халық өзінің билігіне лайық болады деп. Бізде қандай билік, дұрыс па, бұрыс билік пе, оны билік басына алып келетін, онымен келісіп отыратын, оған жағдай беретін ол қоғам. Қоғамның өзі ұйқылы жағдайда қала беретін болса, әрине ондай қоғамның тасы өрге домаламайды. Кезінде Мұстафа Кемал Ататүрк айтпақшы, ұйқыдағы ұлттар ертелі ме кеш пе не құл болып оянады, не мүлде құрып кетеді дегендей нәрселер. Қазір осындай игі үрдістер байқалып келе жатыр, ояну, бірақ әлі де енді тиісті бір деңгейге саяси белсенділік, саяси сауат дегенге әлі де меніңше бірталай қадамдар жасау керек. Кеңестің функцияларына қарап отырсақ, Қазақстанның қазіргі парламентінің ондағы депутаттарының функциясына сәйкес еді. Былайша айтқанда параллельді парламент. Сіз қалай ойлайсыз? Жаңа сөзімізде басында айттық қой, енді парламент бізде бар, басқа да осындай институттар бізде бар, демократияға сәйкес. Бірақ іс жүзінде олардың барлығы делік билікке тәуелді, билікке қарап қалған. Биліктің сойылын соғатындардан жасақталған, негізінен алғанда бәрі демей қояйық. Тиісінше парламент бұл кез келген демократиялық мемлекетте бұл халықтың өкілдерінен құралған, халықтың сойылын соғатын орта болып табылады. Бізде өкінішке орай олай болған жоқ. Парламентке сенім аз, сондықтан да осы олқылықтың орнын толтыру үшін жасалған қадамдардың бірі жаңа ұлттық кеңесті құрғаны. Өзінің функциялары бойынша рас парламентке ұқсайды. Парламенттің бірталай жасамай, айтпай жатырған дүниелерін
халықтың көкейінде жүрген мәселелерді, өткір мәселелерді көтеріп жатыр, бірақ парламентті қалай болғанда да орнын толтыра алмайды бұл кеңес. Себебі ондай лауазымдары жоқ. Жаңа айттық, ол тек қана бір кеңесетін, ұсыныс беретін орта ғана. Ал енді бұл ұсыныстар міндетті түрде заңға ену керек, міндетті түрде ескерілу керек деген лауазымдары жоқ. Мысалы, кеңеске біз міндетті түрде министрлерді, әкімдерді шақырып, оларға сұрақ қою, ондай лауазым қайта жоқ. Көптеген парламенттің құзырындағы мәселелер тағайындау, бекіту, заңды қабылдау, талқылау, ұсыныстар енгізу, үкіметті бақылау тұрғысынан ондай лауазымдары жоқ. Сондықтан тікелей соның баламасы деп айтуға да келіңкіремейді. Менің жалпы ойымша бұл уақытша дүние, мәжбүрліктен келіп отырған, сол парламентке сенімсіздік болып отырғанда, басқа билік орындарына сенімсіздік болып отырғанда, соны орнын толтыру үшін, бірақ іс жүзінде әрине бізде болашақта әділ сайлаулар болу керек. Менің ойымша парламент шын мәнісінде халықтың қалаулыларынан, халықтың сойылын соғатын азаматтардан құрылу керек. Сонда бәлкім өзінің функциясын қазіргі ұлттық кеңес орындаған болар еді. Өткенде кеңестің хатшысы Ерлан Қарин алдағы уақытта кеңестің мүшелері тағы да артуы мүмкін екенін айтты. Ал бізде қос палатаны қоса есептегенде 150-ден астам депутат бар, өзіңіз білесіз. Ал Қазақстан біртұтас унитарлы мемлекет. Ал қос палаталы парламент федеративте немесе құрама мемлекеттерде болатынын тағы білесіз. Жалпы осы айтпағымыз мынау, президент құрған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі толықтырылып, олардың мүшесі 100-ге жетіп, немесе 100-ден асып, парламент жасақтау тиімді болмай ма, немесе осы ұлттық қоғамдық сенім кеңесі тиімді ма? Жоқ, енді менің ойымша бұл әлі институцияланбаған құрылым, ұлттық кеңес деген. Оның мүшелерін халық сайлаған жоқ. Жаңа айтқанымыздай, бұл енді президент әкімшілігі өзінің ұйғарымына, өзінің түсінігіне орай іріктеді. Ал парламент дегеніміз, бұл енді қалай болғанда тағайындалмау керек. Парламент шынымен әділ сайлаулардың нәтижесінде халықтың дауысына ие болған партиялар немесе жекелеген тұлғалар мажоритарлық жүйе арқылы, егер солай болатын болса, жасақталуы керек. Сондықтан мәселе енді жаңағы уақытша ұлттық кеңес арқылы бұл мәселелер шешіледі деп айта алмаймыз. Біз тек қана енді шама шарқымызда осы мәселелерді көтеруге, тиісті заңдарды қабылдауға, фундаментін нығайтуға тырысамыз, қолымыздан келгенше. Бірақ әрине бұл мәселе кәдімгідей, енді бұл жерде велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Өзінің белгілі, анық, айқын тетіктері бар демократияның. Бұл жаңа әділ сайлаулар, мықты парламент, тәуелсіз бақылаудағы үкімет, тәуелсіз сот, еркін баспасөз, азат баспасөз. Бұл жерде ешқандай велосипедті ойлап табудың қажеті. Осы дүниелерді біз жасақтауымыз керек. Ал енді парламенттің өзіне келетін болсақ, жаңа қос палаталы деп айтып өттіңіз. Енді осы кеңес, ұлттық кеңестің 44 мүшесі бәрі бірдей деп ойлайды деп айта алмаймыз. Әркімнің өз ойы бар, әркімнің өзінің түсінігі бар. Жеке менің өзімнің түсінігім, бұл енді унитарлы, жаңа өзіңіз айттыңыз, мемлекетке тән нәрсе емес, екі палаталы парламенттің болғаны. Бұл федерацияларға, конфедерацияға тән нәрсе. Сондықтан сенаттың өзінің болуы, меніңше, егер жаңа конституция қабылданып жатса, мемлекеттің өмір сүруінің жаңа ережелері қабылданып жатса, меніңше сенаттың айтарлықтай қажеті шамалы. Шын мәнісінде бір палатадан тұратын парламент болу керек. Оған шын мәнісінде жаңағыдай әділ сайлауларда өзінің мықты екенін дәлелдеген саясаткерлер, елдің азаматтары келу керек. Менің жеке ұстанымым сол, біреу келісер келіспес, бірақ енді бұл болашақтың еншісі. Кеңестің алғашқы отырысы өтті. Бірлі жарлы адам баяндама жасап, мәселе көтерді. Айтыңызшы, кеңес қазір немен айналысып отыр? Нақты не істелді және не жоспарланып отыр? Жаңа айттық, бірінші отырыста енді барлығы 44 адам сөйлегісі келді, өзінің ойын білдіргісі келді. Ол уақыт бойынша енді мүмкін болмағандықта, жаңағы ұйымдастырушылық отырыста біздің шешкеніміз 3 топқа бөлінеміз. Айтылып өткен 3 топтан өздеріңіз келісе отырып, 2 спикерден шығарасыздар, және солар сіздердің ортақ ұжымдық ойларыңызды білдіреді деді.
Сондықтан 6 қыркүйекке дейін біз бірнеше отырысты өткіздік. Бірталай пікір алмасулар болды, келіспеушіліктер де болды. Енді жаңағыдай талқылау болғаннан кейін түсінікті жағдай, бірақ негізінен осы жаңа айтылған 5 басымдыққа тоқтадық. Әрине басқа да мәселелер көтергісі келді, бірақ әзірше соған тоқтадық. 6 қыркүйектен кейін біз сол талқылауларымызды жалғастырып отырмыз. Кейбір енді ұйымдастырушылық, логистикалық қиындықтар жоқ емес. Бірталай кеңес мүшелері мысалы Алматыда, бірқатары Астанада, басқа да өлкелерден, басқа да өңірлерден мүшелер жеткілікті. Сондықтан барлығымыздың жиылуымыз кей кездері осындай бір техникалық қиындықтар туады десе де байланысып отырмыз. Оның үстіне енді өзіміздің чаттарымызды ашып алдық біз жаңағы әлеуметтік желілерде, WhatsApp-та, және сол арқылы да талқылауымызды жалғастырып жатырмыз. Бұл біздің жасап жатқан әрекеттеріміз. Оның ішінде жаңағы 5 заң бойынша өзіміздің ойларымызды, өзіміздің ұсыныстарымызды тұжырымдап жатырмыз. Нақты қандай баптар қою керек, нақты қандай нормалар енгізілу керек, жалпы бұл заңнамалардың философиясы қандай болу керек тұрғысынан. Және біздің айтқанымыз бұл заңнамаларды дайындап қана қоймай, қажет болатын болса, үкіметтің алдына шығып, парламенттің алдына шығып, сөз сөйлеп, соны қорғауға дейін, адвокаты болуға дейін дайынбыз. Бұл біздің жасап жатқанымыз. Өз алдына қазір енді біз жаңағы Ерлан Қайран мырзамен, басқа осы мәселемен президент әкімшілігінде айналысып жатқан азаматтармен де байланыстамыз. Жаңағы 6 қыркүйектегі болған отырыстағы барлық ұсыныстар бұлар жазып алды, тіркеп алды. Қазір соның бір бағдарламасы қабылдануда, жоспары, бұны іске асырудың қандай біз жол картасын жасаймыз деген. Сондықтан нақты әрекеттер болып жатыр. Бұл ұсыныстар жолда қалмайды деп әзірше сенеміз. Ары қарай көре жатармыз, бірақ қазір сол дайындық, соны нақты бір жүйеге келтіру мәселелері жүріп жатыр. Президент әкімшілігінің өзінде де, президент әкімшілігінің нұсқауымен тиісті министрліктерде де осыған қатысы бар. Ол үкімет бола ма, ол мысалы заң мәселелеріне жауап беретін министрліктерде бола ма, басқаларында. Біздің жағымыздан да осындай талқылаулар жалғасады. Бұл кеңестің алдағы парламент сайлауындағы рөлі қандай болмақ? Ең негізгісі біздің ойымызша бұл әділ ойын ережелерін ұсыну. Негізгі функциясы мен осыда деп білемін. Енді әрине осы елдің азаматы болғаннан кейін түрлі енді көңілден шықпайтын, түрлі әттеген-айлар немесе алаңдаушылық туғызатын жағдайлар бар. Оның ішінде мысалы қазірдің өзінде болып жатқан жағдайлар, мынау 21-ші қыркүйектегі митингке қатысты алдын ала қаншама тұтқындаулардың болып жатқаны, мынау саяси тұтқындар біздегі Мұхтар Жәкішев болсын, басқалары болсын, солардың тағдырына қатысты, Арон Атабек, мынау жемқорлыққа қатысты көптеген мәселелерді біз айтып та жазып та жүрміз. Бірақ сонымен қатар осы мәселелерді тарқатудың біз алғы шарттарын, негіздерін қалауымыз керек деп ойлаймыз. Себебі анау мәселемен, мынау мәселемен араласып жүріп, біз кешенді мәселелерді ұмытып кетпеуіміз керек. Сондықтан осы сайлаулардың әділ өтуі үшін жаңа сайлау заңына немесе саяси партиялар жайындағы заңдарға тиісті өзгерістерді енгізіп үлгеретін болсақ, соның алғы шарттарын бір әділ сенуге болатындай жасай алатын болсақ, оның өзі бірталай шаруа. Біздің сол болашақ саяси сайлаулардың болуына осындай үлесіміз қосып жатсақ, менің ойымша, ол өзі жаман емес. Бәлкім негізгі рөлі де осыда болады, осыда шығар. Оны енді уақыт көрсетеді, қаншалықты қолымыздан келеді, не келмейді. Бұл енді тек қана бізге байланысты ғана емес. Өкінішке орай, бұны енді президент, үкімет, парламентте шешеді. Солардың ұйғарымындағы дүниелер көп жағдайда. Сондықтан қаншалықты бұл кеңестегі мәселелер оң шешімін табады, бұл енді айналып келгенде қоғамның өзіне де байланысты. Осындай қоғамның белсенділігі ұлғая беретін болса, әрине заңның шеңберінде мүмкіндігінше конституцияның кеңістігінен шықпай, өркениетті түрде, бірақ сол
қоғамның наразылығы үдей беретін болса, қоғамның талапшылдығы, табандылығы күшейе беретін болса, менің ойымша соғұрлым үміт те күшейе бермек. Енді мынау жаңа әңгімеңіздің арасында айтып өттіңіз ғой, ойда бар адамдар болды деп. Алдағы уақытта осы кеңеске кімдердің мүше болғанын қалар едіңіз? Немесе осылар да командада болса ғой деп кімдерді атай аласыз? Адамдарды атамай қояйын, себебі енді менің субъективті ойым болуы мүмкін. Бірақ менің ойымша енді қазіргі құрамыда енді бірталай мықты қайраткерлер, мықты сарапшылар жеткілікті. Бірақ екі концептуалды өтініш, егер жаңағыдай оның құрамы өзгеріп жатса, жаңа мүшелер еніп жатса, немесе құрамы кеңейіп жатса, жастардың өкілдері көбірек болса екен дер едім. Себебі байқасаңыз, мынау қазіргі кеңестің құрамында негізінен 30-40 жастағы, тіпті 50-60 жастағылар басымды. Жастар Некен Саяқ, Бақшан Бұқарбай сияқты Некен Саяқ жастар бар. Жастар көбірек болса. Себебі қалай болғанда да болашақ саясат жастардың қолында. Әлемдік саясаттың өзі жасарып келе жатыр. Жекелеген мемлекеттерде президенттердің өзі сол 30-дағы, 40-дағы азаматтар. Мынау Армениядағы жаңағы Пашинянды алыңыз, Макронды алыңыз. 30-ға жетпегенде мысалы премьер-министрлер бар. Сондықтан саясаттың өзі жасарып келе жатқаны бұл әлемдік тренд. Меніңше Қазақстанда да осындай жағдай болу керек. Енді жасы келген саясаткерлер қаншама тәжірибелі болмасын, меніңше олардың да белсенділігі төмендейді. Олар енді бәлкім демалу керек шығар, зейнеткерлікке шығу керек шығар, жастарға жол беру керек шығар. Оның ішінде бұл мәселе ұлттық кеңеске де дарыған дұрыс деп санаймын. Біріншісі, екіншісі енді көбіне осы ұлттық кеңестің өкілдері, Алматы мен Астананың өкілдері, сөздердің тұрғындары, басқа да өңірлердің өкілдері енсе. Рас, бірен-саран өңірлердің өкілдері бар, Жәнібек Қожық сияқты маңғыстаулық, бірақ бірен-саран ғана. Сол өңірлердің өкілдері көбірек кірсе. Ол жерде де айтатыны бар азаматтар жеткілікті. Сол өңірлердің жағдайын бізден әлдеқайда жақсы сезетін, білетін азаматтар жеткілікті. Осындай ұсыныс меніңше дұрыс болар еді, ескеріліп жатса. Президенттің кадрлық резерві, ұлттық қоғамдық сенім, тағы басқа, бұлар қаншалықты эффективті жұмыс істейді деп ойлайсыз? Президенттің кадрлық резервін енді қалай жасақталатыны, жалпы біздегі кадрлық саясаттың қалай жүретіні, меніңше әлі де бір тиісті жүйеге қойылмаған сияқты. Менің өзімнің түсінігім. Бұл жерде айқындық жоқ, ашықтық жоқ, меритократия дейді ғой. Шынымен ең ақылды, ең қабілетті, ең сауатты азаматтар жаңағыдай бәсекелестік, ашық дода, пікір таластың нәтижесінде бұлай суырылып шығып, жақсы мансаптарға келу керек дегендей. Бізде өкінішке орай осындай жүйе қалыптаспаған. Көптеген кадрлық шешімдер, оның ішінде мысалы соңғы кадрлық ауыс-түйістер неліктен болып жатыр? Неліктен дәл осы кісіні тағайындады, басқаны тағайындаған жоқ деген жағдайлар түсініксіздеу қалып отыр бізде. Бұл жерде тамыр таныстық әлі де бар. Шын мәнісінде қолынан іс келетін азаматтар билікке жақындатпайды, түрлі себептермен. Енді кландық мәселелерде жоқ емес. Бәлкім жаңағыдай тамыр таныстық, басқа да мәселелер жоқ емес. Жалпы кадрлық мәселелер барлығын кадрлар шешеді ғой. Бұл енді бір тоқырап қалған нәрсе емес. Айналып келгенде шын мәнісінде кадрлар жаңағы айқын іріктеу жүйесі бізде болатын болса, тиісінше халық ұғынатын болса, неліктен мынаны тағайындады, неліктен басқаны тағайындаған жоқ дегендей мәселелер, сонда көп нәрсені шешуге болар еді. Өкінішке орай ондай айқындық, ондай механизмдер, мысалы Америкадағы сияқты, Еуропадағы сияқты бізде жоқ, айқындылық жетіспейді, айқындылық керек. Бірақ әзірше бұл көбіне жабық есік жағдайында қабылданады. Әңгімеңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге көп рахмет. Ұлт кеңестің алғашқы сұхбаты осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет.